Қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін ұстазым Толымбек Әлімбекұлының «Еркектер» деген сатирасын оқығым келіп тұр. Бұл енді ер азаматтардың ар намысын көтеру мақсатында қабыл алыңыздар. Тағдыр мынау, бір сүріну, бір құлау, өз ақсалар аяғыңа қыл бұрау. Шала берме аяғынан еркектің, еркек деген құдірет қой құрбым-ау. Еркек деген құдірет қой біреуі сен. Әйел қауым, еркектерді сақтаңыздар жүдеуден. Өйткен олар аз емес пе, саны кем, 7 әйелге біреуден. Еркек болсаң, әй қолыңды ұрасың. Осау шығар әйелдерге сірәсін. Көңілін тап, еркектерден ерте тұр, сүттен бұрын әкеп бергін шұбатын. Еркек өзі табыста бар, міне берсін таксиін. Ренжсе кетіп қалсын, паналасын бас құйын. Еркектердің өзің шеш, галстукпен нәскиін. Еркек деген қырындайды қыздарға. Қыз бар жерде қырындау бар, қызғанба. Қызғаныштан күйіп жанып баратсаң, іш сыртыңмен ал домала мұзғауна. Еркек деген ерке халық сері ғой. Ішіп алса, шеттерінен жынды тентек пері ғой. Олар қанша сері пері болса да, өз төсегі оралатын жері ғой. Отбасында болсын десең дұрыс хал. Ашуланба, долданбағын, тыныштал. Еркек деген қанша мықты десек те, бірақ сәтте морт сынатын хрусталь. Еркек деген тауып алған балаң емес сіркілдер. Өйткен ол келіп кетер құдаң демес, көрші емес. Еркек деген қара жаяу, қара табан жүрсе де, еркек деген 600-й Мерседес. Еркек деген айта берем әй несін, әйел десін, еркелесін, әй десін. Сенен басқа тағы 2 әйел көз сап тұр, соның бірі қағып кетсе қайтесің. Еркек деген тұнып тұрған ақыл ғой. Сол ақылды ақылменен пайдаланған мақұл ғой. Егер осым шылғи өтірік десеңдер, Толымбектің басқа шалап атын ғой деген екен.